Ағымдағы жыл қала тазалығын қамтамасыз ету бағдарламасы бойынша бюджеттен 66 миллион теңге қаражат бөлінді. Бұл қаржыға қаламыздағы мәңгілік алаң, бірлік алаңы, әкімшілік аумағын және белгісіз жауынгер ескерткіші алаңын айналасын талапқа сай етіп ұстау. Сондай-ақ қаланың ескі бөлігіндегі саябақ, мұз сарайы, металлургтер даңғылының алаңындағы тазалықты бақылау тапсырылған. Жоба бойынша қала көшелерінің санитарлық талапқа сай келуі үшін жұмыс істеп отырған мердігер ұйымның бірі Социус 20-10 жауапкерлігі шектеулі серіктестігі. Аталған компаниямен 25 миллион 748 мың теңгені құрайтын келісімшарт жасалды. Замечания все устранили? Барлық жасалған ескертулердің орнын толықтырдыңдар ма? Алда қала күні келе жатыр. Қаланың барлық аумағының тазалығын бақылауда ұстаңдар. Барлығы талапқа сай келуі тиіс. Өздеріңізге берілген жерлердің жарқырап тұруы үшін бар күштеріңізді салыңыздар. Сондай-ақ осы жылы қала көшелерін 100% жарықтандыру мәселесі бойынша бюджеттен 357 миллион 521 мың теңге қаражат бөлінді. Бұл жоба бойынша жарықты жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен 211 миллион 320 мың теңгеге келісімшарт жасалды. Аталған келісімшарт бойынша шаһар көшелеріне ағымдағы жыл 408 жарық бағанасын орнату жоспарға алынған. Бүгінде тапсырылған жұмыс 90%-ға аяқталды деп айтуға болады. Қосымша 170 жарық бағаналарын орнату мәселесі бойынша Калис жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жұмыс жасайтын болады. Оларға бюджеттен 25 миллион 200 мың теңге қаражат бөлінді. Қазір жұмыс барысын бастадық. Қаламыздың оң жағалауындағы Луговая көшесіне жарық бағаналарын орнатудамыз. Жұмыстың 50%-ы аяқталды деп толығымен айта аламын. Жолдарды жөндеуден кейін бүлінуден сақтау мәселесі бойынша бюджеттен ағымдағы жыл 514 миллион 42 мың теңге қаражат бөлінді. Бүгінде жолдарды қалпында сақтап қалу үшін 8 мердігер ұйым жұмылып жұмыс жасауда. Ал ағымдағы жыл жүргізілетін жөндеу жұмыстарына Сарыарқа жолдары жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жауапты. Биылғы жыл Амангелді, Мичурин, Калинин, Ушинский, Жеңіс, Фабрика, Маяковский, Панфилов, Мичурин, Чайковский көшелерінде жұмыстар жүргізілді. Ал жол бойындағы ұңғымаларды тазарту бойынша Ақбозаттау жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен 14 миллион 560 мың теңгеге келісімшарт жасалды. Жаңбырдан кейінгі суды, боранға арналған науаларды тазалау әр мезгілде тұрақты түрде 4 рет жүргізіледі. Чернышевского от мира до это 2 огромные ямы. Чернышевский көшесінен Бейбітшілік даңғылына дейін үлкен шұңғырлар бар. Соларды дер кезінде құрту керектігін ескерткен болатынмын. Жауапты мердігер ұйымды сотқа бергендеріңізді біліп отырмын. Бірақ қашанғы жауап күтіп қарап отырмақсыздар. Жабу керек мұндай шұңқырларды. Қаламызда барлығы 9 субұрқақ бар. Бүгінде оның 7-еуі ғана жұмыс істеп тұр. Ағымдағы жыл қала көркін кіргізіп тұрған субұрқақтарға 7 миллион теңге қаражат бөлінген болатын. Субұрқақтардың жұмысына Ақбозаттау жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жауапты. Жиын барысында шаһар әкімі қазан айының басында субұрқақтарды өшіруге болатынын мәлімдеді. Жауапты мердігер ұйымға субұрқақ жұмысын тоқтатқан уақытта барлық шүмектерді жинап алу қажеттігін айтты.